Сәлем достар, мен Еркемін. Бүгін сіздер Кальмар ойынының 6-7 сериясын тамашалайсыздар. Капитан іздеуді бастауға бұйрық берді. Капитанға қоңырау түскен айта кеткен жөн. Оқиға орнына VIP деп аталатын топ келмекші. Оған дейін бұл жердегі мәселені тезірек шешу керек. Келесі ойын жақын арада басталады. Стадионға бара жатқан жолда барлығы дәрігер мен бірнеше бетперде киген денелерді көпшілікке көрсету үшін асылып тұрғанын көрді. Капитан сонымен қатар ойыншылардан салтанатты түрде кешірім сұрап, және оларға бұл топ ережені бұзғанын хабарлады. Ойын басталмас бұрын ұйымдастырушы ойынның бұл турына 2 жұп қажет екенін хабарлады. Ойынның соңғы кезеңінің тәжірибесін білгеннен кейін барлығы мықты командалас тапқысы келеді. Очкарик бірден күшті Чорныйды тапты. Ұрлықшы қыз алдыңғы раундта бірге болған қыз Сяомиге барды. Басқалары да топтаса бастады. Айта кету керек, бастапқы ойыншылар 40 адам. Бірақ дәрігердің өлімі 39 адамға айналғандықтан бір адам артық. Барлығы ол адам жойылатынын болжайды. Осы топтағы адамдардың арасында қария бір жойылу тағдырының құтыла алмады. Нәтижесінде Арчи бір қария бірмен ойнауға шешті. Енді қызық, кербез қызға пар табылмады. Ешкім кербез қызбен бірге болғысы келмейді. Командалық уақыт аяқталды. Кербез қызы шыңғыртып бетперде киген адамдар алып кетті. Барлығы ойын алаңына бірінен соң бірі кірді. Бұл алаңның тақырыбы еске алу. Маскашы қатысушылардың әрқайсысына 10 мәрмәр таратып берді. Арчи мен қария бірдің қуанышында шек жоқ. Екеуі де мәрмәрдің шебері. Екеуі саусақтары мен басқа ойыншылардың мәрмәрін жеңуге дайындалуға ант береді. Бірақ ұйымдастырушы ережелерді жариялаған кезде Арчи бірден есінен танып қалады. Бұл ойында олар жеңімпаз деп танылу үшін өз әріптестерінен 10 мәрмәрді ұтып алуы керек. Ойын әдісіне келетін болсақ, күшпен жұлып алудан басқа ешқандай шектеулер жоқ. Қария бір кәрілік ауруы ұстап танымай қалады және ұйымдастырушының айтқанын түсінбеді. Очкарик күшпен қатысты емес екеніне қорықпай қалды. Очкарик Чорныймен жұп болғанына қуанды, себебі одан өзін артық санады. Екеуі жұп немесе тақ мәрмәрден алып қолына жасырды. Дұрыс тапқан адам мәрмәрді жеңеді. Жыланбас пен оның бірінші нөмірі досы да бұл ойынды қолданды. Нәтижесінде жыланбас ұтылып, тастары өте аз қалды. Жыланбас бұлай жалғаса берсе өлетінін біліп, бұл үшін ойын әдісін өзгерткісі келді. Шыңғырған мәрмәр тастау арқылы нәтижені көреді. Досы еріксіз келіседі. Тек тағдыры бәсең 2 адам, ұрлықшығыш және Сяоми ойынды бастамады. Оларда толық балалық шағы жоқ, сондықтан олар ешқашан мәрмәр ойнамаған. Сяоми ойынға немқұрайлы қарайды. Екеуінің бірі жарты сағатта өлуі керек. Олар бір-бірімен өздері туралы әңгімелеседі. Сяомидің көзі жанып, ұрлықшы қыздың мұнда ақша табу үшін неге келгісі келгенін сұрады. Ұрлықшы қыз өз тарихын айтып берді. Ол солтүстіктен қоныс аударушы. Басқан кезде әкесі күтпеген жерде қайтыс болып, анасы ұсталып қалып елге қайтарылды. Ол інісімен бірге Оңтүстік Кореяда жалғыз қалады. Егер ол ақшаны ұтып алып тірі қалса, анасын алып келуі керек және інісіне толық отбасы және балалық шақ бергісі келеді. Сяомидің әңгімесі өте қайғылы. Оның әкесі анасын зорлап, кейін өлтіреді. Сяоми әкесін өз қолымен өлтірді. Кейін түрмеге жатып шығып шыққаннан кейін қайда барарын білмей, ақыры ойынға қосылады. Очкариктің басы қатты жасағанымен ойыннан қолы шықпайды. Жолы болғыш Чорный Очкариктің мәрмәрін ұтып алды. Очкарикте соңғы мәрмәр қалады. Очкарик Чорныйге өлгісі келмейтінін айтты. Олар бір-бірін өлтірмеу керек және олар алға қарай бірге жұмыс жасаймыз деп сендірді. Мейірімді Чорный шынымен де Очкариктің көз алдында өлгенін көргісі келмей, ойынды тоқтатады. Екеуі басқа ойыншылардың жағдайын бақылау үшін екіге бөлінді. Сондай-ақ Очкарик қалтаны қақтығыс кезінде қауіпті екенін айтып, Чорныйдың қалтасына жіп байлап тағып береді. Бұл уақытта жыланбас пен досы арасында ойын ең маңызды буынға жетті. Қарапайым тілмен айтқанда, олар ойнайтын ойын мәрмәрлер шұңқырға кіргізсе, сол алаңдағы барлық мәрмәрді алып кете алады. Енді екеуінде де соңғы мәрмәр бар. Жыланбас мәрмәрді лақтырып жібергенде үңгірдің аузына тоқтады. Досы мәрмәр тастаған кезде жыланбастың мәрмәріне тап болды. Енді жыланбас 20 мәрмәрді бірден жеңіп алды. Досы қашып кетуге қабырғадан секіргенде бірақ күзет жатып тастады. Оқ ату Чорныйдың назарын аударды. Очкарик мүмкіндікті пайдаланып екі жақтың қалталарын ауыстырып жіберді. Осыдан кейін Чорный басқа ойыншылардың жағдайын бақылай бастады. Очкарик барлық мәрмәрді алып шығып кетті. Осы кезде Сяоми мен ұрлықшы қыз ойынның формасын шешті. 2 адам мәрмәрді қабырғаға жақындатып лақтыру керек. Сяоми ұрлықшы қызға бірінші болып тастатқызды. Келесі кезекте Сяомидің бұл әрекеті ұрлықшы қызды қатты таңғалдырды. Себебі Сяоми әдейі мәрмәрді бірден жерге тастай салды. Бір күн ғана кездескен адамдар ұрлықшы қыз үшін өз өмірін беруге дайын.
Ол жылап Сяомеден неге олай болғанын сұрады. Сяоме ұрлықшы қызбен сөйлескенде егер ол сыртқа шықса не істейтінін өзі білмейтінін айтты. Ал ұрлықшы қызды әлі де туыстары күтеді. Ол інісіне қамқорлық жасауы қажет. Сяоме оған өз үлесімен жақсы өмір сүруге мүмкіндік берді. Дәл осылай өмір мен өлімді оқ ату арқылы ажыратады. Ұрлықшы қыз қайғырып кетеді. Қазіргі уақытта Черный әлі күнге дейін бүкіл әлем бойынша очкарикті іздеуде. Қалтаны таспен толтырылғанын білгенде ол көз бойында бағып жүрген очкарик ағасы оған опасыздық жасағанын түсінді. Арчиге қайтадан келсек, қария бір қолын ұстап, ойынды да ойнамай осы жерде серуендетті. Мына макет қария бірдің өскен жеріне ұқсайды. Ол көше бұрышына өткен сайын өзіне өмір туралы бірдеңе айтып береді. Альцгеймер ауруы пайда болған сияқты. Уақыттың азғалғанын көрген Арчи жалынып қоя алмады. Ақыры қария бір онымен ойын бастады. Екеуі де тақ және жұп сандарын тапты. Қарияның жолы болды, ол жеңе берді. Арчи соңғы мәрмәрге дейін жоғалған кезде жүрегі түбіне дейін түсті. Шарасыз күйге түскенде ол қария бірдің ауруы ұстағанын біліп, оны айламен жеңгісі келді. Солайша қария бірдің қолында мәрмәрді біртіндеп жеңіп алды. Қария бірдің қолында соңғы тас қалған кезде ол тағы да есінен ауса бастайды. Ол бала кезінде есінде қалған ескилерді іздеп шынымен табады. Уақыттың жақындап қалғанын көрген Арчи қария бірді ұстап алып, оның есін жинауын өтінеді. Бұл кезде қария бір байсалды түрде конға барлық тастарды салуды өтінеді. Бұны естіген Арчи жынданып, 19 тас пен бір тасты қалай конға қоямыз дейді. Сол кезде қария бір, ал сен алдап алған тастарың әділ ме деп сұрайды. Арчи не айтарын білмеді. Қария бір оны жықпай қолындағы бір тасты оң қолына ұстата салады және онымен соңғы сапарда бірге болғанына рахметін айтып, оның аты Уинан екенін айтады. Арчи көз жасымен шығып кетеді. Содан кейін оқ атылады. Барлығы демалыс орнына оралғанда кербез қыздың тірі екеніне таң қалды. Әділдік қағидасына сәйкес артық адам жойылмайды, келесі турға өтеді екен. Арчи мен ұрлықшы қыз жұптарының өлгеніне қайғырады. Алайда олардан да бір ағаның жұбы әйелі. Осы сәтте ол мүлде құлап, қайғырып барлығын ойынның үзілуіне дауыс беруін өтінді. Өкінішке орай оның ұсынысына ешкім жауап бермеді. Капитан бастапқыда полиция Хуанын ауыстырған бетперде киген адамның денесін алу үшін біреуді жіберді. Ол полиция Хуан мәйіттің қалтасындағы жеке куәлік арқылы ұйымдастырушыға кіргенін растады. Бір түнде сүйікті әйелін жіберуге келген қатысушы жалғыз өмір сүруге шамасы келмей, әйеліне қосылуды таңдады. Ал олардың өмірі мен өлімі байлар үшін ойын-сауықтан басқа ештеңе емес. Аралға бетперде киген VIP тобы келді. Олар құмар ойындарымен айналысатын бай адамдардың аз ғана бөлігі еді. Көңіл көтеру үшін ойынды жеке көруге келді. Полиция Хуан мұны байқап, даяшылардың бірін өлтіріп, киімін киіп қайтадан ұйымдастырушыларға кірді. Бұл мәртебелі қонақтардың көз алдында ойындардың жаңа кезеңі өтуде. Ойыншылар бірден 16-ға дейінгі санды таңдау керек. Олар санның нені білдіретінін білмейді, сондықтан көпшілігі ортадағы санды таңдайды. Бұл тұрақтылық пен адамгершілік. Ұйымдастырушы мәртебелі қонақтардың өтініші бойынша бірнеше кеңестер шығарды. Сосын ойыншылар сан ойын тәртібін анықтайды. Егер бұл жарыс ойыны болса, алдымен ойнаудың уақыт артықшылығы бар. Ойын ойнағаннан кейін тәжірибе жинауға болады. Басқалар таңдаған кезде тек 1 мен 16 ғана қалды. Арчи номері 1-ді алғысы келді. Содан кейін бір аға ұсыныс жасап, ол өмірінде ешқашан бірінші болмағанын, бірінші номерді таңдағысы келетінін айтты. Арчи оған бір санын берді. Бұл аға Арчидің өмірін сақтап қалған екен. Олардың ойыны әйнек көпірден өту. Көпірде барлығы 18 деңгей бар. Әр деңгейде 2 әйнек бар. Біреуі шыны әйнек, ал екіншісі қарапайым әйнек. Оны басса, ондаған метрден жерге құлайды. Басқаша айтқанда, дұрыс бағытты тексеру үшін көпірге бірден соң бірі өмір қажет. Бұл ойын шарты барлық ойыншыларға 16 минут беріледі. Нөмірін бірінші аға орнынан түсуге батылы бармайды. Жыланбас оны жүрмесе итеріп жіберетінін ескертті. Аға тәуекелге бел буып бірінші қадам жасады. Алғаш рет дұрыс басқанмен келесі қадамда ол кәдімгі әйнекті басып құлап кетті. Алдыңғы орынды басқалар кеткісі келмесе де шығарды. Олар тәуекелдеп алға жүруден басқа амал жоқ. Бірнеше адам жойылғаннан кейін жүріс баяулап қалды. Қазіргі уақытта VIP бөлмеде қуатын бір VIP бар. Маска арқылы полиция Хуанның қасы өте жақсы екенін айтып, оны бөлмеге жеке алып кетті. Ол полиция қызметкері Хуанға жақсы нәрсе көрсеткісі келеді. Қарсыласы киімін шешкенде офицер Хуан артқа бұрылып қарсыласын қорқытып барлығын мойындауға мәжбүр етті. Ол мұнда не біледі, бәрін камераға жазып алды. Бұл уақытта ойынның аяқталуына 5 минут қана қалды және маршрут жартысынан көбін құрайды. Ойыншы жыланбастың алдында құлап бара жатқанда, жыланбас ортада тұрып алып алға жылжымай, өлсе бәріміз бірге өлеміз деп, немесе басқалар бірінші болып шықсын деп тұрып алды. Кербез қыз оның бұйрығына сәйкес соңына дейін бара алмайтынын біледі. Сондықтан оған дейін ол жыланбасты өлтіруге және сатқындық жасаған үшін кек алуға уәдесін орындау үшін жыланбастың аяғына жабысып алып, оны бірге төмен қарай тартып қалады. Жыланбастың өлгенін көрген ойыншы ақыры өз шеберлігін көрсетуге дайын болды. Бұл адам әйнек зауытында 30 жыл жұмыс жасаған. Шыңдалған әйнек пен қарапайым әйнекті жарықтың ысынуымен ажыратуға болады. Дәл осылай олар тағы бірнеше деңгейден өтті. VIP-терге бұл ұнамай қалды. Оның не қызығы бар деді. Капитан еш алаң
алаңдамай көпірдегі жарықты сөндірді. Бұл қарапайым көзбен әйнектің түрін ажыратуға мүмкіндік бермейді. Дәл қазір соңғы деңгей ойынға санаулы секундтар қалды. Бұл кезде очкарик тістеніп, әйнек жұмысшыны алдыңғы жағына тікелей итеріп жіберді. Ол соңғы әйнекті сындырып жолды көрсетті. 3 адам қалды. Очкарик ұрлықшы қыз Арчи мәреге жетті. Уақыт нөлге келген кезде көпір күлге айналды. Әйнектің сынықтары ұшып, ұрлықшы қыздың түрі кенеттен өзгеріп кетті. Осы кезде біреу жалаңашталған Випті тапты. Капитан дереу команданы қайтадан іздеу бастады. Ақырында капитан өз бөлмесінде құбырда полиция Хуанмен бетпе-бет кездесті. Капитан адамдарды қуып жеткенде, полиция Хуан алдыңғы жолы кірген жолмен қашып кетті. Ойын ішіндегі ойыннан тыс жарыстар аяқталуға жақын. Бұл 6 мен 7 серияның соңы. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі серия жақын арада шығады, жіберіп алмаңыздар.